Залым түлкі ертегісі. Саменова Гүлмайра Беркінқызы, Орал қаласы. Бір күні арыстан жаңа оянып, еснеп отырса, салып ұрып, түлкі келеді. Сәлеметсіз бе, арыстан аға? Сізді әдейі іздеп келдім, дейді түлкі. Жай ма? Деп сұрайды арыстан. Арыстан аға, сонау қарлы таудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Таудан шыға берісте көгорай шалғын сай бар. Сол сайдың бойында мыңғырап жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біраз нөкер ертіп алып барсаңыз, шіркін-ай, шылқыған майға бір кенелер едік-ау. Мынауың ақыл екен, дейді қарны ашып отырған арыстан. Ол қойларға тезірек жетейік. Қасымызға кімдерді алсақ екен? Жүректіден жолбарысты, білектіден аюды, қарулыдан қасқырды алайық, дейді түлкі. Өңкей батырдың ортасында бір қорқақ та керек болар. Қоянды да ала кетейік. Арыстан түлкінің тілін алады. Сөйтіп, арыстан, жолбарыс, аю, қасқыр, түлкі және қоян жолдас болып сапарға шығады. Кешке қарай орманның ашықтау бір алаңқайына жетіп, түнемекші болады. Арыстан қанталаған көзімен серіктерін бір шолады да: «Ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз?» деп ақырады. Сонда түлкі арыстанның алдына келіп, қол қусырып тұрып, былай дейді: Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Аю біздің апамыз, апамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым биге кім тисін? Қасқыр біздің қабан биге кім тисін? Түлкі біздің түмен биге кім тисін? Қоян біздің қойымыз, қойымызды сойыңыз. Қарындары ашып отырған аңдар қоянды тарпа бассалады. Ол күні қоянды бөліп жеп, барымен базар десіп жатады да, ертеңіне тағы да жол жүреді. Күнімен демалмастан жол жүріп, кешке қарай қонаға бір сайдың басына келіп тоқтайды. Арыстан түлкіге қарай бұрылып: «Ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз?» дейді. Түлкі қол қусырып тұра қалып, былай дейді: Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым биге кім тисін? Қасқыр біздің қабан биге кім тисін? Түлкі біздің түмен биге кім тисін? Аю біздің қоңыр қойды жықта сой. Түлкінің сөзін естісімен, жолбарыс аюды алып ұрып, жәукемдей бастайды. Төртеуі аюдың етіне тойып алып ұйықтайды да, ертеңіне тағы да жолға шығады. Төртеуі қас қарая бір өзеннің жағасына келіп тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басып: «Ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз?» дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып, былай депті: Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым биге кім тисін? Түлкі біздің түмен биге кім тисін? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз. Түлкі сөзін аяқтасымен ақ, жолбарыс қасқырды жарып салады. Үшеуі қасқырды жеп алып, ұйықтайды. Таңертең тағы да жолға шығады.
Күнімен жүріп отырып, кешке қарай бір таудың етегіне келеді. Сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерде шоқиып отырады. Сол кезде дәндеген арыстан тағы да түлкіге қарап: Ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз? дейді. Түлкі арыстанның ар жағына шығып, қол қусырып тұрып, былай дейді: Арыстан біздің ағамыз. Ағамызға кім тисін? Түлкі біздің түмен биге кім тисін? Жолбарыс бізге жол азық, бүгін таңға мол азық. Осы сәтте арыстан жолбарысты бас салады. Жолбарыс тыпырлауын қойған кезде түлкі де келіп, терісін сыпыруға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп болып, ұйықтайды. Таңертең екі дос арып-талып таудың басына өрмелеп шығады. Арыстан солықтап шаршап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына келіп: Арыстан аға, тезірек бері келіңіз, деп шақырады. Не боп қалды? Төменде қаптаған қой жайылып жүр. Ентігіп, арыстан жетеді. Қане? Түлкі алақанын шапалақтап: Жақын тұр, әнеки, секірейік қанеки, ау! дегенде арыстан шыңнан секіріп кетеді де, тастан тасқа соғылып, қызыл жоса қан болып өліп қалады. Мұны көрген түлкі: Арыстан аға, дос едік қой. Өлімтігіңді қарға құзғынға жем қылмайын, деп арыстанның терісін сыпыра бастаған екен.